Религиозные традиции и обычаи у казахов. В казахском языке, так же как и в русском, имеются словообразовательные суффиксы, которые помогают образовать новые слова. Например, существительное «что» «жумыс» переводится «работа». Если мы присоединим к слову «жумыс» суффикс «ш», получится новое слово «жумысши», что переводится «рабочий». Балық, балықшы, мал, малшы, құрылыс, құрылысшы, аударма, аудармашы, ән, әнші, күй, күйші, ем, емші, күзет, күзетші, сурет, суретші, тіл, тілші, есеп, есепші, маман, мамандық, сөз, сөздік, орта, орталық, өмір, өмірлік, дос, достық, бас, бастық, түс, түстік, сапар, сапарлас, жер, жерлес, жол, жолдас, көңіл, көңілдес, жұмыс, жұмыстас, курс, курстас, ат, аттас, серік, серіктес, сауда, саудагер, мұра, мұрагер, заң, заңгер, ғарыш, ғарышкер, іс, іскер, қайрат, қайраткер, зейнет, зейнеткер, қылмыс, қылмыскер, бұқара, бұқарашыл, әзіл, әзілшіл, кітап, кітапхана, дәрі, дәріхана, ас, асхана, жатақ, жатақхана, ауру, аурухана, ем, емхана, ғибадат, ғибадатхана, наубай, наубайхана, шебер, шеберхана, мейрам, мейрамхана, намаз, намазхана, қымыз, қымызхана, перзент, перзентхана, дәрет, дәретхана, жады, жадынама, ұзын, ұзындық, кең, кеңдік, таза, тазалық, сүйкімді, сүйкімділік, селқос, селқостық, нәзік, нәзіктік, әділет, әділеттік, оқу, оқушы, оқыту, оқытушы, қорғау, қорғаушы, жазу, жазушы, сату, сатушы, жүргізу, жүргізуші, сыпыру, сыпырғыш, ілгіш, ұш, ұшқыш, сүрт, сүрткіш, қозғау, қозғауыш, өлшеу, өлшеуіш, жолдау, жолдама, тапсыру,
тапсырма, мәлімдеу, мәлімдеме, көру, көрме, жазу, жазба, сүзу, сүзбе, басу, баспа, кесу, кеспе, қысу, қысым, бөлу, бөлім, кешіру, кешірім, келісу, келісім, тапсыру, тапсырыс, демалу, демалыс, кіру, кіріс, жеңу, жеңіс, талау, талас. При правописании глаголов в утвердительной начальной форме на конце всегда пишется суффикс «у». Например, «вояту». Утвердительная повелительная форма образуется простым отсечением суффикса «у». Например, «воят». Чтобы образовать отрицательную начальную форму, достаточно к утвердительной начальной форме присоединить такие отрицательные суффиксы, как ма, ме, ба, бе, па, пе. Например, воятпау. Отрицательная повелительная форма образуется простым отсечением суффикса «у». Например, воятпа. Есту, есті, естімеу, ауру, ауырмау, ауырма, өлшеу, өлше, өлшемеу, кешігу, кешікпеу, кешікпе, қарсы алу, қарсы ал, қарсы алмау, қарсы алма, телефон соғу, телефон соқ, телефон соқпау, телефон соқпа, күту, күт, күтпеу, күтпе, ұялу, ұялмау, ұялма, армандау, арманда, армандамау, армандама, араласу, аралас, араласпау, араласпа, қатысу, қатыс, қатыспау, қатыспа, жазылу, жазыл, жазылмау, жазылма, айналысу, айналыс, айналыспау, айналыспа, дайындалу, дайындал, дайындалмау, дайындалма, еріну, ерінбеу, ерінбе, орындау, орында, орындамау, орындама, тоңу, тоңбау, тоңба. По учебнику выполните сначала задание «Проверь себя», затем выполните письменно 8 заданий, домашнее задание и выучите новые казахские слова и выражения по теме «Казахская религиозная культура».